Sen kaçuun gerek. Естеймісің? Kaçıp құтылуың керек. Уақыты келгенде sen bizim kegimizді аласың. Тағы да сол сұмдық түсті көрдім. Борышымды өтегенше бұл оқиға өмір бойы маза бермес. Жақын арада мен ағамның кегін қайтарам. Ойынға құмарың қанды ма, жоңғар? Батыр, сен қазақпың? Мен де қазақтың жауынгерімін, атым Балтабай. Бұл орманда тығылып жүргеніме бірнеше күн болды. Жоңғарлар біздің жасағымызды қырып салып, әйелдеріміз бен балаларымызды тұтқынға алды. Менің атым Қабанбай, Қожағұлдың ұлымын. Мен жау арасына туған ағам мен туыстарымның кегін қайтару үшін келдім. Сен шалмен әңгімелесіп тұратын уақытым жоқ. Қабанбай, ана төбенің артында жоңғарлардың ордасы орналасқан. Сол жерде олар уақытша тұтқындарды да ұстайды. Оларды құтқаруға көмектесші маған. Ақсақал кешір, кейін көмектесермін. Қабанбай, көмектесші маған. Тоқтаңдар! Жүріңдер! Бәлем, өлген жерің осы жоңғар. Бүгін есебіміз түгенделеді. Мылтықты түсіріңдер! Қабанбай, тұтқындарды босатшы. Балтабай! Ақмақтар! Мұның толған оқтары! От көздет, өшіріңдер! Тыңдашы, қашу керек, қазір жағылады. Мылтықтарды құтқарыңдар! Оңшыл су жүрек! Септесетін уақыт келді. Кел бері! Балтабай, байқа! Бұл затты осылай байқану керек. Тыңдашы, сіз қауіпсіз жерге кетуіңіз керек. Шыңғырда жарылысқа дайындаңдар! Кеттік, оларды өзім жырам!
Qamambay. Qajat emas. Qamambay. Balar iş boldu. Dostlarың мен ағаңды енді тірілте алмайсың. Олар келмеске кетті. Ал сен қазақ халқының болашағын құтқара аласың. Сен халқыңның қамышын туғансың. Маңдайыңа солай жазылған. Ел басына күн туып, ер етігімен су кешкен заманда, тәуекелін ту етіп Қабанбай батыр халқын құтқаруға аттанды.